Көше спортының ең күрделісі және ең қызықтысы стрит воркаут. Бүкіл әлемде миллиондаған адам бұл спорт түрін меңгеріп алған болса, меңгеріп жатқандары одан да көп. Стрит воркаут бұл еріккен көше балаларының ермегі сияқты болып көрінгенімен, қазір бұл спорт түрі өзінің ережелері мен талаптары бар. Қазір осы спорт түрі жайында айтатын боламыз. Қазақстанда стрит воркаут қарқынды дамып келеді. Біздің спортшылар талай халықаралық додаларда жеңімпаз атанып жүр. Шығыс қазақстандық воркаут шеберлері тыңбай еңбек етіп, түрлі турнирлерде аймақ намысын абыроймен қорғап жүр. Солардың бірі Мұхаммед. Осы стрит воркаут спорт түрімен сіз қашаннан бері айналысып келесіз? Мен стрит воркаутпен 2016 жылдан айналысып келем. Осы күнге дейін. Арасында перерывтар болған біздерде. Бұл спорт түрімен айналысуға не түрткі болды сізге? Мен осы спортпен айналысуға видеолар, YouTube-та видеолар көріп, солардың арттарынан қайталағым келді. Сол бойынша осы спортқа келдім. Ал негізгі мақсат не болды сонда? Видеодан көрген кезде сізге не ұнады? Қиын элементтер ұнады. Адамдар қалай оны жасағанын, өзімді сынап көргім келді. Бұл андай денемнің бұлшық еттерін шығарам, әдемі болсын деген мақсатпен емес пе? Жоқ, өзімді сынап, қалай істей аламын, мен істей аламын ба, ондай істей алмайым ба? Акробаттық элементтер негізі өзіме ұнайды, сол үшін сондайға бардым. Аталған спортпен айналысуға үлкен кешендер мен қымбат құрал жабдықтың қажеті жоқ. Тек турник болса болғаны. Ал ондай турникті қазір әр үйдің ауласынан табасыз. Сондықтан бұл спортпен айналысам деушілерге ешқандай кедергі жоқ. Бұл стрит воркауттың қасиеттері, қандай қасиеттері бар адамға, қандай пайдасы бар, зияны бар дегенде? Стрит воркаут адамның жылдамдығы, реакциясы, координациясы өте жақсы дамиды. Күші, физикалық күші жақсы дамиды. Одан кейін выносливость жағынан өте жақсы. Және де көбінесе базалық элементтер, мысалы статистически, динамически деп бөлінеді. Сондай элементтер өте жақсы денеге пайдалы. Ал енді зияны қандай? Зияны адам дұрыс білмесе, немесе істей алмайса, оны опыты жоқ болса, сондай жағдайда өте көптеген зияндары бар. Сынық болуы мүмкін, шытынау мүмкін, адам құлау мүмкін. Сондай білмегеннен кейін сондай жағдайлар болуы мүмкін. Қай жерде жаттығасыздар? Сіздердің тренерларыңыз бар ма? Бізде тренерлар жоқ. Біз видеоны көреміз, одан кейін қайталаймыз. Кім оны бірінші үйреніп алды, ол екінші адамға түсіндіреді. Солай кетеді. Жаттығатынымыз көбінесе, мысалы 3 жыл біз далада жаттықтық. Қыста жаттықпаймыз, себебі далада суықтау болады. Жазда көшелерге шығамыз. Мысалы Паганкада болдық, мысалы жастар жақта паркта. Тағы да мысалы қазір ана жылы қыста 2010 жылда біз зал таптық. Бізге көмектесі, біз залда қазір занята өттік. Кім көмектесі сіздерге? Ерлан деген тренер бар, армейсліктен, солар көмектесіп, Акимат жақпен бірлесіп. Мысалы, облыс әкімшілік жағынан, қала әкімшілік жағынан өте көмектер болып тұрады. Жарыстарды солар арқылы өткіземіз, медаль, грамота, кубоктар. Сосын балалар травма опасный вид спорттан бір жатады. Құламас үшін матыларды дайындап береді бізге. Жаңағын мен айтқандай залдарды бөліп берді бізде. Соңғы рет қандай сіздердің араларыңызда турнирлар или чемпионаттар бола ма? Иә, әрине болады. Бізде областной болады турнир, 2 рет өтті областной турнирлар. Одан кейін біздерде өтеді городской турнирлар. Семейде өтеді, Семей жаққа барып тұрамыз. Лидердің балалары шақырып тұрады бізде. Сол жақ жарыстары өте жақсы өтеді. Қандай жетістіктеріңіз бар? Өзімнің жетістіктерім стрит воркаутта мен 2 рет облыс чемпионы болдым. Стрит воркаутта направление бар, стритлифтинг деген. Сол жақтан международный мастер спорт алдым. Осы 2019 жылда.
Красноярскта чемпионат Азияда өттік. И осындай жетістіктер. Қызығушылығыңыз артып, белсенді өнер көрсетуге бел бусаңыз, маманның кеңесін алған жөн. Кейін денсаулығыңыз бен күш-қуатыңызға қарай түрлі жаттығулар істеп жаттығатын боласыз. Ал егер интернеттен көріп алып, өз бетіңізбен шынығатын болсаңыз, жарақат алып қалуыңыз ғажап емес. Жаңадан келген балалар опыты жоқ болса, мысалы жаңағына деңгейі енді ғана басталып жатса, мысалы воркауттан өмірі негізгі басы отжиманиядан, турниктан и брусьядан басталу керек. Физический упражнениялар бірінші күшті, одан кейін трюктарды. Трюктарға келсек, ең бірінші үйренетін трюктар балалар біздерде, олар стульчик деген элементтер мысалы біздерде болады, обрыв, лажгенер мысалы сальталардан бастауға болады. Сондай жеңіл и одан кейін балаға қарап ауырлата беруге болады. Адам дене бітіміне, денсаулығына байланысты. Иә. Әрине, адамның танысына кейде байланысты. Мысалы бар балалар жеңіл нәрсені жасай алмайды, бірақ қиын нәрсе өте жақсы шығады оларда. Сондай жағдайда жеңілде тоқта қалмай, қиынға көшу керек. Әр адамға өзінің подход дейді ғой, сол болу керек. Енді осы спортпен айналысқан кезде травмалар, зақымдар болатыны белгілі. Ауыр травма ол сотрясение. Баспен құлағам. Одан кейін екі омыртқа майысты. Получается, ұсақ травмалар олар қолдың ұзарғаны. Растяжение мышцы, растяжение сустава мысалы көбінесе сол жағынан болады. Ал кейіннен осымен айналысқанға бір кедергісін келтірмей ме сол? Жоқ, сондай жағдайда пауза дейді ғой, біраз тоқтап, емделіп, одан кейін қайтадан нетуге болады, жасауға болады. Әрине қорқыныш пайда болады, жаңағы трюкқа, элементке қорқынышты болады, бірақ соны жеңе білу керек. Бұл спорттың жақсылығы, ерекшелігі өзінің қорқыныштың жеңу керек, жеңе білу керек. Стрит-воркауттың қандай элементтері бар, трюктары деп айтады ғой? Көрсетесіздер? Көрсетуге болады. Бұл упражнение передний вис деп аталады. Осы жерде адамның поясницасы және де плечевой суставтары өте жақсы жұмыс істейді. Одан кейін пресс жағынан өте қатты нагрузка жүреді адамдарда. Келесі упражнение ол бізде ласточка. Ласточка болады. Бұл жерде де пресс кетеді. Одан кейін иық жағынан нагрузка кетеді. Көбінесе осы мышцалар жұмыс істейді. Бұнда адам өзінің дене салмағымен жұмыс істейді? Иә, таза дене салмағымен, өзінің дене салмағымен жұмыс істейді. Қандай бір топовый? 360 деген бар градус. Өзіңіз көрсетесіз? Иә, өзім көрсетіп жүрейін. Бұл динамический болып келеді. Бұл жерде биік секіріп, өз денені 360 градусқа айналдыру керек болады. Сол жағынан кейін, айналып болғаннан кейін бұны ұстау керек. Бұл жерде көбінесе адам жылдамдығы керек болады. Сол жағынан ғана. Бұл элементте көбінесе иық жағынан и боковой пресс деп аталады, боковой корк мышцалар жұмыс істейді. И тоже қиын элементтердің біріне саналады. Стрит-воркаут бөлінеді әр түрлі видтарға, мысалы жымбартпал. Ол жерде адамдардың қол жағының қайыстыруы, мысалы, сол жағынан өте қиыншылығы келеді. Жаңағы мен көрсеткендей, мысалы, ол динамика деп аталады. Динамика ол бізде динамичный элементтер кетеді. Сальталар кетеді, 360 градусқа айналу, 540-қа бар, 720 градустарға бар айналу. И жаңағы бала көрсеткендей статика деген бар. Ол статистический элементтер, ол элементтерді 3 секунд как минимум салынып тұру керек денелер. И стритлифтинг направление, стритлифтинг ол дополнительный веспен жұмыс істеу. Турниктарда, брусьяда сондай түрлері бар. Воркауттың қалай пайда болғаны туралы нақты дерек жоқ.
Дегенмен бұл спорт 2008 жылы YouTube желісінде гетталық жігіттер жасаған жаттығулардың бейнематериалдары арқылы танымал бола бастады деуге болады. Олар мыңдаған желі пайдаланушыларын сыртқа шығып денсаулығын шынықтыруға шақырды. Жастардың бұл спорт түріне деген қызығушылығын оятты. Елімізде стрит-воркауттың дамуына және ресми спорт түрі мәртебесіне ие болуына Ислам Бадурковтың сіңірген еңбегі зор. Қазақстанда бізде бас тренер Айтым Жакупов және де осы Қазақстанда осы спортты әкелген Ислам Бадурков өте жақсы танымал бүкіл әлемге, соларға қарап жасауға болады. Шығыс Қазақстан облысында бұл спорт түрі енді ғана дамып келе жатқандықтан мамандар мен нұсқаушылар жетіспеуде. Сондай-ақ осы бағытта жұмыс істеп жатқандардың біліктілігін арттыру қажет. Жалпы Шығыс Қазақстан облысында стрит-воркаут 2016 жылдан бері облыс әкімінің тапсырмасымен және қолдауымен бастап дамып келе жатыр. Облыс әкімінің тапсырмасымен алаңқайлар ашылды, аудандарда және қалаларда. Қазір таңда Шығыс Қазақстан облысында аудан қалалардың бәрін қосқан кезде 100-ден астам стрит-воркаут алаңқайлар жұмыс жасап тұр. Сонымен қатар осы спорт түрімен айналысып жатқан жастардың саны да артып келеді. Биылғы жылдан бастап біз ұсыныс жасап отырмыз аудан әкімдеріне қалаларда, яғни олар осы спорт мектептерінің арасында жеке осы стрит-воркауттан бөлім ашса деген. 2017 жылдан бері дәстүрлі түрде жастар арасында осы Шығыс Қазақстан облысының әкімінің кубогына стрит-воркауттан жарыстар өткізіліп тұрады. Бұған да енді жыл сайын қатысушылар артып келеді. Әсіресе бұның ішінде Өскемен, Семей қалаларынан бөлек Риддер қаласының және Аягөз ауданының жастарын айтып өткеніміз жөн. Сонымен қорытындыласақ, стрит-воркаут қолжетімді спорт түрі. Қызығушылығыңыз оянса, уақыт оздырмай аулаға шықсаңыз болғаны. Жеңіл жаттығулардан бастап шынығуға кірісіңіз. Сонымен қатар стрит-воркауттың негізі дене шынықтыру пәнінде жатыр. Бұл спортта дененің барлық бұлшықеті шынығып шымырлана түседі. Міне осы және өзге де қасиеттері үшін бүкіл әлем жұрты оған қызығып отыр.